Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен жүктілік кезінде учетқа тұру туралы қандай документтер тапсыру қажет, не қажет, жүктілік кезінде қандай витаминдер ішеміз, не істейміз, осы туралы сөйлесетін боламыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар, және де осы видеоның астына сұрақтарыңыз қоятын болсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Ең алдымен біз жүктілік бойынша учетқа міндетті түрде жүктіліктің 12 аптасына дейін тұруымыз керек. Себебі біздің Қазақстан Республикасының халық денсаулық сақтау кодексіне сәйкес бұл жүкті әйелдердің міндеті болып табылады. Және де сіз осы жүктілікке учетқа тұрғаннан кейін міндетті түрде регулярно ай сайын дәрігердің айтқан уақытында келіп тұруға міндеттісіз. Одан кейін осы дәрігердің айтқан бүкіл рекомендацияларын оқуға істеуге міндеттісіз. Егер де сізде тревожный признаки болатын болса, онда скорый шақыртуға міндеттісіз, және де домашний роды болдырмауға міндеттісіз. Себебі егер де сізде жүктілік кезінде уже жүктіліктің соңына қарай босану белгілері пайда болатын болса, лезде сіз скорый шақыруға міндеттісіз. Енді бүгін біз обменная карта туралы сөйлесейік. Жалпы обменная карта бүкіл әйелдер учетқа тұрғаннан кейін қолына беріледі. Бірақ өкінішке орай біздің жүкті әйелдер бұл картаны оқып ашып қарамайды. На самом деле бұның ішінде өте көп ақпараттар бар. Бұл арнайы сіздерге как шпаргалка ретінде. Ең бірінші, мысалы, ашатын болсақ, бұл жерде как рекламный страницалар болады. Рекламный страницалардың бір пайдасы бұл бізде әйелдер, мысалы, қандай витамин ішемін, балаға қандай витамин беремін, қандай, мысалы, подгузник кигізсем болады, жүктілік кезінде растяжкаға не қолдансам болады деген сияқты. Беки сондай сұрақтардың барлығына бұл жерде жауап алуға болады. Қай жерде сатылады, QR кодына деймін, мысалы, мына QR кодқа сіздер басатын болсаңыздар, осы продукцияны қай жерден алуға болады, қалай алуға болады, гарантиясы деген сияқты сондай барлық ақпаратты таба аласыздар. Енді келесі бетін ашатын болсақ, жаңа ғана мен сіздерге айтқан кодекс туралы мінекей осы бетте жазылған. Сіздердің міндеттеріңіз жазылған. Егер де сіз 12 аптаға дейін учетқа тұрмайтын болсаңыз, кеш тұратын болсаңыз, онда дәрігердің сізден объяснительный немесе расписка сияқты документті требовать етуге құқығы бар. Себебі сіз кодекстің баптарын орындамай отырсыз. Екіншісі бұл бізде дабыл белгілері немесе тревожные признаки. Екі тілде жазылған, то есть қазақ тілінде және де орыс тілінде. Сіз осы тревожные признаки пайда болған жағдайда, мысалы, боли внизу живота в поясничной области, бели, зуд, жжение, головокружение, слабость, головная боль, кровянистые выделения из половых путей, нарушение сна, нарушение стула, нарушение мочеиспускания, нарушение зрения, отеки на ногах, на животе, лице дейді. Яғни, мінекей осы тревожные признактардың барлығы пайда болған жағдайда сіз скорый шақыртуға міндеттісіз. Енді келесі беттерде бұл жерде жаңағы сіздердің дәрігердің несі, мысалы акушерканың, дәрігердің телефон номері, қай күндері қабылдайды, қай уақытта деген сияқты сондай ақпараттар жазылған. Және де келесі бұл жерде мен сіздерге айтайын деген ақпаратым, жалпы жүкті әйелдерге арналған тест на шевеление плода жазылған. Бұл не нәрсе? Тест по Садовскому деп аталады. Сіз үй жағдайында өзіңіз баланың қозғалысын бақылау арқылы баланың іштегі жағдайы жақсы ма, жақсы немесе дәрігерге шағымдануға бір себеп бар ма деген сияқты соны өзіңіз анықтай аласыз. Бұл әдіс жалпы жүктіліктің 28 аптасынан бастап жасалады. Негізгі әдістің сүйті бұл 28 аптадан бастап сіз тамақ ішіп болғаннан кейін 1 немесе 2 сағат қол жағыңызға жатып, баланың қозғалысын бақылау керексіз. Егер осы қозғалыс 4-тен 10-ға дейін болатын болса, бұл баланың қозғалысы жақсы, яғни адекватный дегенді білдіреді. Егер де тамақ ішіп болғаннан кейін 2 сағат ішінде бала 4 движениеден аз, немесе 10 движениеден көп жасайтын болса, онда бұл іштегі балаға дискомфорт болып жатыр. Яғни балаға қандай да бір қауіп төніп тұр дегенді белгіледі. Егер де бала мысалы іште егер жағдайы нашарлайтын болса, егер де оған бір мысалы оттегі жетіспей жататын болса, бала наоборот, яғни аз қимылдауға тырысады, ол өзінің жаңағы ресурстарын барынша құртпауға тырысады. Ал екінші жағдай бұл, егер де балаға тоже іште дискомфорт болатын болса, ол тезірек қимылдап, яғни көп движение жасай бастайды. Яғни осы екі белгі бұл баланың іштегі внутриутробный бала страдать етіп жатқанының белгісі болып табылады.
қозғалысты санаған кезде біз дұрыс санауымыз керек. Бала яғни бір рет тебеді, айналады, бұралады, осының барлығын біз бір қозғалыс деп санаймыз. А не так, чтобы бір рет тепті, ол тағы да былай движение жасады, әрқайсысын санай беретін болсақ, сізде дұрыс шықпай кетеді. Баланың қозғалысын дұрыс бағаламайсыз. Келесі, бұл бізде тағы жазылған нәрсе, бұл дневник самонаблюдение беремін. Бұл не үшін қажетті? Әсіресе отегі бар әйелдер, ісініп жүрген әйелдер, ісіну егерде ерте 27-28 аптасында басталатын болса, қосымша хронический артериальный гипертензиясы бар әйелдер, гестационный артериальный гипертензиясы бар әйелдер осы дневник самоконтроля жүргізу керек. Ол үшін сіз арнайы давлениені өлшейтін құрылғыны үйге сатып аласыз. Сөйтесіз, күніне 4 мезгіл давлениеңізді өлшеп тұруға міндеттісіз. Азанда мысалы датасын жазып қоясыз. Азанғы сағат 8-де өлшедім, 12-де өлшедім, 4-де және кешкі сағат 8-де деген сияқты. Және де егер де давлениенің осы аппаратта жаңағы көрсететін мөлшері 140-90-нан жоғары болатын болса, онда сіз скорый шақыртасыз, немесе күндізгі уақыт болса өзіңіздің дәрігеріңізге келесіз. Келесі, бұл бізде перзентханаға алатын заттар жазылған. Және де мына жерде қарайтын болсақ, жүкті әйелдер қалай тамақтану керек, яғни тамақтану пирамидасы. Қандай заттарды азырақ жеу керек, мысалы май, тәттілер, жирный, сладкий, оларды барынша аз қолдануымыз керек. Ал ең жақсы көп қолдануымыз керек бұл жармалар, күріш өнімдері, мысалы күніне 5 рет жаңағыдай көкөністер, жемістер, овощи, фрукты деген сияқты соларды жиірек пайдаланып отыруымыз керек. Және де жүкті әйелдердің жеке гигиенасы қандай болу керек. Бала босанғаннан кейін жас нәрестенің гигиенасы қалай оны қалай күтеміз, қандай средстволарды қолданамыз, грудное вскармливание, қалай дұрыс емізу керек балаларды, босанғаннан кейінгі кезеңде, босанған кезде, жүкті кезде әйелдерге мысалы растяжка болмас үшін мысалы қандай средстволарды қолдануға болады, мінекей ол айтылған бұл жерде. Және де подгузніктер деген сияқты осындай рекламалардың барлығы көрсетілген. Яғни бұл осы жүктілік бойы сізге 6-7 ай бойы сіз учетта тұратын болсаңыз, барлық сізге қажетті ақпараттың барлығы осы кітапшада жазылған. Сол себепті қыздар, қолымызға бұл кітапшаны алғаннан кейін, үйге апарып сумкаға болмаса салып қоймаймыз, бұның ішін бәрін ашып оқимыз. Бұл үшін міндетті түрде өздеріңізге қажетті құнды ақпараттарды аласыздар деген сенімдемін. Және де учетқа тұрмастан бұрын қазір біздің соңғы шыққан жаңағыдай приказға сәйкес міндетті түрде сіз өзіңізбен бірге өзіңіздің және жолдасыңыздың удостоверениесінің копиясын алып келу керексіз, жолдасыңыздың міндетті түрде 3 анализін алып келу керексіз. Біріншісі ол флюорография, екіншісі ол бізде группа крови резус-фактор, үшіншісі бұл ВИЧ. Осы 3 анализді сіз алып келіп учетқа тұрасыз. Қосымша справка с места работы. Егер де сіз декретке шығуды жоспарлап жүрген болсаңыз, онда справка с места работы. Мінекей, сұлу ханымдарым, бүгін мен сіздерге дайындаған ақпаратым осындай. Егер де сіздерге қосымша сұрақтарыңыз қалған болатын болса, міндетті түрде осы видеоның астына жаза кетіңіздер. Және де лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.